Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қытырлақ самсаның рецебін ұсынамын. Қамырын дайындаймыз. Жылы су, одан соң барып дәміне қарай тұз бен қант саламыз. Міндетті түрде қант салыңыздар. Описанияға жаза кетемін. Және де бір жұмыртқа қосып, барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың барлығын бірден салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Қамырды илеп болғаннан кейін столдың үстіне алып, қайта-қайта тартқылаймыз. Біздің тұзымыз толықтай еруі керек. Және де жұмыртқамыз толықтай сіңуі керек. Иі қанғанша 15-20 минутқа қалдырамыз. Бетіне қосатын сары май мінекей. Менде кәдімгі сары май және де тамаққа қосатын сұйық майды араластырып бірге жағатын боламын. Қамырды иі қанған қамырды тағы да 2-3 мәрте иін қайырып, бөліктерге бөлеміз. 2 бөлікке бөліп, мен 2 қамыр жайып шығамын. Сіздер 3 бөлікке бөліп жасай берсеңіздер де болады. Ең бастысы қамыр жұқа болып жайылу керек, қыздар. Сол жағында дұрыстап қадағалаңыздар. Қамырға ұн сеуіп, жұқа қамыр жаюды бастаймыз. Мен көбіне 2 қамырды бірден алып жаямын. Келесі видеода сіздерге 2 қамырды қалай бірден жаю керектігін міндетті түрде үйрететін боламын. Мінекей 2 қамырымды да жайып алдым. Орташа қалыңдықта жайдым. Қатты жұқа да қылған жоқпын. Орташа болу керек, себебі қатты жұқа болса май дұрыс сіңбей қалуы мүмкін қамырға. Сондықтан орташа жұқалықта қамырды әдемілеп тұрып жайып аласыздар. Дәл осылай 2 қамырды да сіздер жайып үйренесіздер алдағы видеода. Осылай қамырдың бетіне сәл-сәл ұн сеуіп, 3 бұрыштап бір шетке алып қоямыз да, жайған жаңағы бірінші қамырымызға ерітіліп, әбден суыған сары майымызды жағамыз. Негізі бұлай сары майды жаққан кезде қолымыздағы жаңағы жағып атқан кисточкадан көрі қолмен жаққан дұрыс. Сонда қамырға жаңағы біздің жағып атқан сары майымыз толықтай әдемі болып сіңеді. Екінші қамырымызды дәл солай алып, бір-бірінің ұштарын келтіріп, әдемілеп жайып шығамыз да, оның да үстіне жаңағы сары майымызды жағатын боламыз. Сары майды негізі қолмен жаққан ыңғайлырақ. Сары майдың бәрі толықтай жағылып болғаннан соң, ең шеткі шетінен бастап рулет сияқты қылып орап, бір-бірімен айқастырып қоямыз. Міндетті түрде солай жасаңыздар. Және де орап жатқан кезде 2 шетінен ұшынан қатты қамырдың үстіне басып отырыңыздар. Сонда майы ағып кетпейді. Пакетке немесе басқа тысқа салып, холодильникке кемінде 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен соң қамыр өзі дайын болады. Осылай бөліктіре бөлеміз. Мен осылай жіппен кестім. Пышақпен кессеңіздер де болады. Жіппен кессеңіздер қамыр жай ғана бірдей болады. Жайған кезде ыңғайлы болғандықтан ғана жіпті пайдаланып отырмын. Бұл маңызды процесс емес, қыздар. Сондықтан пышақпен де кесе беріңіздер. 2 ұшын бір-біріне қарай қайырып, міндетті түрде ұн сеуіп тұрып жаямыз. Көп адамдар негізі ұн сеппей жаяды. Ұн сеуіп жайсаңыздар, арасындағы сары майы қамырдың өзіне сіңеді. Сондықтан ұн сеуіңіздер. Ал ұн сеппей жаятын болсаңыздар, май жайып атқан тақтайыңызға сіңіп кетуі мүмкін. Сондықтан өзінде қалмай қалады. Начинкасын дайындаймыз. Начинкасына мен осындай құйрық, ет, сәбіз, пияз, жуа, осының барлығын мен блендердан өткізіп алдым. Сіздерде ол болмаған жағдайда қолмен турап жасай берсеңіздер болады. Начинкасы өзіңіздің қалауыңыз, жай ғана картоппен жасасаңыздар да болады. Бұл маңызды нәрсе емес. Және де осындай үй жағдайында блендер пайдалансаңыздар өте керек сіздерге, қыздар. Осындай блендер алуларыңызға кеңес етемін. Сіздердің уақыттарыңызды өте үнемдейді. Міне біздің жуамыз да дайын болды. Қараңыздар, өте қатты ұсақ қылған жоқ. Орташа қылып ұсақтап дайындап берді. Барлығын осылай өткізіп алғаннан соң дәміне қарай бұрыш, тұз қосамыз. Барлығын қолмен жақсылап тұрып, араластырып дайындап қоямыз. Біздің жуамыздың суы шығып кетпес үшін тез-тез қамырды жайып, начинкамызды саламыз. Егер суы шығып кетсе, қамыр түйілмей қалуы мүмкін. Мен сіздерге бір ерекше түйу әдісімен бөлісейін. Осылай 2 шетінен қаттырақ қысамыз да, суы шығып кетпейтіндей қылып. Сосын мынандай зубочистка, яғни таяқпен алып өріп, яғни киімді тіккен сияқты, инемен тіккен сияқты қамырды осылай тігіп шықсаңыздар, өте әдемі,
дастарханға қойған кезде де өте бір әдемі көрініс беріп тұрады. Дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Ешқандай жылжып, ешқандай шығып кетпейді. Осындай бір түйу әдісімен сіздермен бөлістім. Қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Қарап алыңыздар. Мұқият қарап көріп алыңыздар. Дәл солай жасап, тапсырысқа қабылдап магазиндерге де шығарсаңыздар болады. Өзі бір ерекше көрініспен әдемі болып көрінеді. Мен сіздерге самсаның 3 түйу тәсілін көрсетемін. Мынау бірінші түйу тәсілі. Екінші түйу тәсілі қамырды қатты қысып, яғни мен шетінен өріп шығамын. Бұл тәсілді бәрі қолдануы мүмкін. Бұл барлығы білет деп ойлаймын. Осылай да әдемі болып шығады. Сондықтан осылай да жасап көріңіздер. Үшінші түйу тәсіліміз ол кәдімгі өзіміздің самсамыздың үшбұрышты формасы. Негізі самсаның осылай да маған осындай түрі қатты ұнайды. Кәдімгі самса екені сезіледі. Міне біздің барлық самсамызды түйіп дайындап болдық. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарыуызын бетіне жағып шығамыз. Міндетті түрде сарыуызын жағуға тырысыңыздар, сонда цветі өте әдемі болады. Немесе жұмыртқаның сарыуызына сүт қосып, барлығын толықтай араластырып барып жақсаңыздар да болады. Самсаның бетіне кунжут, мак немесе қара кунжут сепсеңіздер болады. Мен бірінші кунжутты қуырып алып септім, екінші жай ғана кунжуттың өзін сеуіп шықтым. Макта пайдалансаңыздар болады. 180 градуста 45-40 минутта пісіп шығады. Мінекей толықтай пісіп шықты, өте әдемі қытырлақ болып шықты. Сіздерге дайындап көруге кеңес етемін. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өзіңіздің ойыңызды жаза кетіңіз.